Расул Қамзатпен мен дос болдым. Расул Қамзат осы өткен ғасырдың ұлы ақыны ғой. Оны бірде оны менің Дағыстаным деген, Мой Дағыстан деген шығармасы болды, бүкіл дүние жүзі қадірлеген. Соны екеуміз отырып, Мұхтар осы менің шығармамды бәрі мақтап жатыр ғой. Бірақ саған осының қай жері ұнады? Ең мықты жері қайсы осы шығармадың деді. Содан кейін мен айттым. Мәселен, сіздің осы кітабыңыздың ерекше маған ұнаған жері мынау дедім. Жаңағы Совет одағы жаңадан құрылған кезде бір суретші, жаңа өзіңіз айтқанда суретші, шетелге кетті, Италияға кетті. Сөйтіп Италияда тұрған, содан кейін соңында барып үйленіпті сұлу қызға. Содан кейін өзі жаңа шығармаларында сол не салса да сол тау халқының суретін салады екен. Тауларды, содан кейін тіптен анау өзінің әйелін салған кезде де әйеліне соңғы авардың ұлттық киімін кигізіп салыпты. Содан кейін тағы да бір аңыз бар екен аварлардың арасында. Бір құс ертеден кешке дейін торда тұрған құс отаным, отаным, отаным деп сайрай береді екен, ертеден кешке дейін. Тілді білетін біреу, осының отаны қай жер екен? Осы тамақтың бәрін беріп отырмыз. Күнде су көріп, енді отаным, отаным деп отанына кеткісі келеді. Көрейінші осының отаным деп жаңа құсты босатып көрген. Жүгіріп болған, бір тастың арасындағы бір жерге барып қоныпты. Отаны сөйлер екен. Соны ана суреттен бейнелепті жаңағы суретші. Содан кейін енді ауылға келгеннен кейін жаңағының шешесі анасы қалған екен бұл жақта. Анасы тірі екен әлі. Соны Расул Қамзатов жаңа анасын тауып алды. Сөйтіп бір қора туысқандарын жинап, сол жерде туысқандары жиналып, ананың әңгімесін тыңдапты. Соны айтады, осында сіздің балаңызбенен жолықтым. Балаңыз барлығын, өнерін барлығын осы тау халқымен араластырады екен. Таудың суретін салады екен. Содан кейін ұлттық киімдерін көрсетеді екен бар. Дұрыс деп сөйтіп отырыпты. Bir кезде анасы сұрады дейді. Менің балам сізбен қай тілде сөйлесті? Сонда